Кандай түсті жорутуу керек, кандай түсті жорутпау керек айта кетейик. Эң биринчи айтатыным түш жоруу бул амалдарга эмес, эң алдымен сиздин ички ниетиңизге жорулатын болады. Ягни сиздин әлі де эс-аракетке асырмаган ниеттериңизге жорулатын болады. Ал энди түстөрдүн түрү бар. Булар деген аян түс, мисал түс және де сезим түстөрү, каалоо түстөрү болуп бөлүнөдү. Бизде жорыйтын нерсе аян түстөр менен, сезим түстөрү менен мисал түстөр гана жорулат. Ал каалоо түстөрү жорулмайды. Буну исламда нафси түс деп айтады. Осы нафси түстөрү жорулмайды. Бирок мисал түс менен нафси түстүн айырууы өтө кыйын болгондуктан оны айыра билүүбүз керек. Мисалы, бир адам үй салам деп жоспарлады. Үй салам деп осы 24-жылдын ичинде мен үй салып, сол үйүмдө турам деп жоспарлады. Бирок жоспар боюнча жүрө алмады. Ягни тагдырында ондай үй салуу деген болмады. Ол керісінше банкрот, карызга кирип андай болду. Мындай жагдайда ол адам түсүндө өтө көп жанагы үй көрө беретін болса, ягни өмүрдө болмаган нерсесин түсүндө көрүп жатыр. Түсүндө коттедж үйү бар, түсүндө керемет бакытты, керемет бир адеми үй салып алган, сол жерде өзүнүн салбагына мактанып, рахаттанып жүр. Бул каалоо түсү болот. Ягни өмүрдө орундалмаган окуяларды түсүңдө алып кыялдау бул каалоо түсү болуп саналат. Ал энди мисал түс деген бул жерде калай? Бир адам дәл осулай 24-жылдын ичинде үй салып алып кирем деп ойлады. Және де оның жумушу, жоспары дурус жүрүп атыр. Ягни ол мисалы бир нече айдан бери үйүн бир-бирден кирпичтин каалап болсун, ягни аны адамдан караганда ол іс-әрекетте жүр. Ягни эч кандай банкротизм эмес, өзүнүн ниетинен жүр, үйүн салып жатыр. Бирок бул адам түсүндө салып алган үйүн көретін болса, ондай жагдайда бул мисал түс болот. Сол үйүнө деген ойлары, жоспарларынан мисал алынып, онун түсүндө былай кылсаң үйүң жакшы болот, былай кылсаң үйүңдү саламай каласың деген сыяктуу түстөргө жорулат. Ягни мисал түс пен каалоо түстүн айырмачылыгы ол өмүрдөгү факторлорго карайды. Эгер сиз карапайым тил менен айтканда депрессияда жүрөтүн болсаңыз, каалооңуз орундалмай, бул каалоо түстөрү болот да. Ал сиздин иштеп аткан ишиңиз, тирилигиңиз сиз жоспарлагандай немесе одан төмөн болсун, жалпы иске асып жаткан болса, ол түсүңүзгө киргени бул мисал түс болот да, жорулатын болот. Енді сезім түстерін айтатын болайық. Яғни сезімге берілу. Бір адам мысалы түсінде көрді, бір мамасымен ұрысып қалғанын көрді, қатты ұрысты, жылады, және де күні бойы ол сондай сезіммен жүрді. Немесе бір адам жаңағы бұрынғы жігітімен түсінде бақытты, жаңағы өте керемет отбасы болғанын көрді, және де күні бойы осы сезіммен жүрді. Бұның барлығы сезім түстер болады, бұлар жорылмайды. Оның барлығы сезім түстері болады, және бұлар осы сезімі ғана назарға алынады. Яғни бұл жерде сіз анаңызбен ұрысып қалудан қорқасыз, немесе сол жігітті қатты сағындыңыз. Яғни осы сезімдерді өмірде бастан кешпеген себепті сіз түсіңізде ол сезімдерді бастан кешіріп жатырсыз. Міне бұл сезім түстерінің бірінші факторы. Екінші сезім түстері бар. Бұлар мысалы аян түстер, мисал түстердің кез келгенде фигуралар жоруға қатысады. Яғни түсіңдегі мәшине, түсіңдегі адамдар, жануарлар, терек, телефон барлығы нандай бір халге жорылады. Яғни бір өзінің арнайы, мисал телефон хабарлама беруші мәшине сәттілік деп жорылады. Ал енді кейбір түстер болады, бақынан ұзақ бір 2 минуттық түс, мысалы аудиомен жібергенде, оның ішінде фигуралар 15-20-дан асады, адам, тал барлығын санаған кезде 15-20 фигура болады түсінде, бірақ оның ешбірі де мәнге алынбайды, ешбірі назарға алынбайды. Бұл жерде алынатыны ол адамның түсіндегі халі. Яғни ол біреуге ренжіп ұйықтады, біреуден хабар күтіп ұйықтады, біреуді ренжітіп ұйықтады, сөйтіп өзін кінәлі сезінді. Осы сезім арқылы ол ана түсті көреді. Яғни бұл сезімді сопровождать етіп тұрған бұл сезім, яғни түсті назарға алынады да, сол нәрсенің кетіріледі. Яғни осы сезімі ол кісіден кетірілетін болады. Яғни сіз біреумен ренжіп ұйықтағансыз, немесе біреуге ашуланып ұйықтағансыз, сол нәрсені кетіруіңіз керек болады. Яғни бұл жерде енді біз сезім түстері мен аян түстерін салыстыратын боламыз. Себебі аян түстерде қанша фигура бар, барлығы назарға алынады. Ағаш деген жаңағы өмір, машина деген сәттілік, жаңағы айтып атқандай марқұм ата-анаң деген сенің өмір жолың деп аян түстерде алынатын болса, сезім түстерде дәл осы кіріп, бірақ та үстінен жаңағы жабырқау, ашулану сезімі тұратын болса, ол жорылмайтын
болады. Міне бұл айтып атқанның барлығын маманы түс жоруының маманы ажырата алады. Ал енді жалпы түс жақсылыққа деп қоя салсақ, немесе біреудің атына қылып жорып жіберсек, немесе мүлде жормай қойсақ зияны тие ма деген мәселе. Егер сіз түске сенетін адам болсаңыз, сол түстің оқиға орындалатынын білетін адам болсаңыз, жормасаңыз да, демек ол сізге зиян түс болған болса, оның зиянын жортпасаңыз да көресіз. Себебі сіз іштен сеніп тұрсыз. Сол себепті де сіз оның зиянын көріп қоюыңыз мүмкін. Ал енді сіз оны түс жортушыға жортсаңыз, ол сізге оның зиянын көрмес үшін сізге дұрыс направление беретін болады. Көп адамдар мысалы ол жоруды біледі дағы, сөйтіп қоя салады да соның зиянын шегуде. Бұл бір жағынан сізге беріліп атқан Алла тағаладан сигналды елемеу, екінші жағынан бостан босқа түсті көру арқылы энергияны қорыту. Кез келген адам түс көреді. Оның бірнешеуі жорылады, бірнешеуі жорылмай қалады. Бұның жорылмай қалғандарының барлығы да бұл сіздің энергияңызды алып атқан түстер болады. Оны жорытып энергияңызды дұрыс жаққа направление ету керек. Бұл сізге күш қуат болады.